Мені кешіресің бе, анашым? Болған уақиғаның ізімен пойызда келемін. Жанымда отырған қырықтар шамасындағы жолаушы әйелдің көз жасы тыйылар емес. Солқ-солқ етіп шарасыз кейіпте жылай берді. Бірер уақыт өткен соң сәл басылды. Сөйтіп жанында отырған бір-біріне мүлде бейтаныс үшеумізге қарап былай деді: бейтаныс бауырларым, жер бетіндегі өзге тірі жан білмейтін сырымды сіздерге айтпасам, ішім күйіп өртеніп барады. Әлбетте десіп бас шұлғыдық. Күйеуіммен жараспай, ажырасып төркініме қайта келдім деп бастады ол сонда әңгімесін. Әкем де шешем де жанымда болды. Сөйтіп күйеуімнен бір балам бар. Төртеуміз тұра бастадық. Жұмыстың қиындығынан ба, білмедім, әйтеуір қабағым бір ашылмайтын. Кәрі әке шешем бар. Тәттіні аузыма тосып отырғанда әкем қақырынып қалса